Сәлем қыздар, бүгін мен қызылшадан қысқы мезгілде жиі жасалатын, қолжетімді әрі тойымды, оңай жолмен жасалатын винегрет салатын жасап көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін қарап лайк басып, менің алдағы видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, мені қолдап, қуантып қойсаңыздар болады. Винегрет салатына қажетті картошканы, сәбізді, қызылшаның барлығын жақсылап қайнатып пісіріп аламыз. Салатымызға қосылатын барлық заттарымыздың барлығын майдалап, кубиктап, төртбұрыштеп турап шығамыз. Бір дана пиязды майдалап турап, сковородкамызды қыздырып, азырақ май құйып, пиязымызды жақсылап қуырып аламыз. Пиязымыз жақсылап қуырылғаннан кейін салатымызға қосамыз. Үстіне көк пияз, укроп, кинза болса, кинзаның барлығын турап салатымызға қосамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш барлығын қосып, жақсылап салатымызды араластырамыз. Мінекей салатымыз дайын болды. Дәмі өте дәмді болып шықты. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Егер де видео ұнаса, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.